Сәлем баршаңызға. Бүгін сиыр етінен жасалған котлеты, гарнирге бізде макароны. Экранда құрамы көрсетілген 1 килограмм фаршқа 2 жуа қосамыз, және нанды сүтте еземіз. Сүт араласқан нанды саламыз, және 2 жұмыртқа, және тұз, қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қасықпен немесе қолмен езіп дайындаймыз. Формочкаға келтіреміз, одан кейін қызып тұрған қатты майда қорып шығамыз. Қалған дайын болған фарштан ұнға аунатып, формочкаға келтіріп дайындап қоямыз. Бұл уақытта ашып, жуаны ашимыз, және сәбізді ашимыз. Зажарка дайындаймыз. Зажарка қорылып жатқан уақытта біз гарнирімізге суды кастрюлеге құйып асып қоямыз. Қайнаған кастрюледағы суға макарон салмас бұрын 1 ас қасық су май құямыз. 5 минутта сәбізбен жуан араластырып қуырамыз. Одан кейін үстіне дайын болған қуырылған котлеттерді саламыз. Сөйтіп 30 минутта буландырып қайнатып шығамыз. Бұл уақытта дайын болған қайнаған суға, су май қосылған, тұз қосылған суға макаронымызды саламыз. Макарон 20 минутта дайын болады. 20 минутта кастрюльда қайнаған макаронды суырып аламыз. Каналға жазыламыз. Смағұлова еңлік сіздермен болған. Астарыңыз дәмді болсын.